Сәлем, өте ақылды қазақстандықтар. Бүгін қазір біз деректер типімен сіздерді таныстырамыз. Деректер типі мен сіздерге айттым. Numbers дедім, ол сандар, сосын strings. Біз осы екеуін қазір қарастырамыз. Strings мен сіздерге айттым, ол біз по-моему А тең Париж деп ағылшынша, то есть Париж деп жазылады. Бұны біз шығару үшін print деген функцияны қолданамыз. Print A, да? Ол шығарсақ, үйленіп жатыр. Так, міне бізде Париж деген шықты сөзі. Париж, вот шықты. Енді мен сіздерге айтқандай, бұны Париж сөзі P-A-R-I-S, ол барлығы, то есть позиция бойынша орналасқан. Мысалы, print A бізге 0-ші позицияны бер десем, көрейік 0-ші позицияға бізге не береді. Python негізі жоғарыдан төменге қарай барлық функцияларды, барлық жазғандарды оқиды. Сонда біріншінен оқиды, сосын мынаны оқиды. Париж шықты, соны бізге 0-ші позицияны бер дедік, ол бізге P берді. Екінші позицияға қандай? Екінші позицияны айта аласыздар ма? Екінші позиция 0, 1, 2. Дұрыс, да? Ол R. Міне R-ді берді. Позицияларды тағы біз бөлсек болады. Мысалы, print маған A бойынша 0-ден барлығы, бірақ 4-ші позиция. 0-ден 4-ке дейін, бірақ 4-ші позицияны жерде қоспайды. Сонда маған қандай сөзі береді? 0-ден 4-ке дейін, 0, 1, 2, 3, 4, бірақ 4-ті қоспайды. Сонда маған, то есть Париж сөзін беру керек. Міне, шықты. Біз тағы бірден бастап барлығын бер деп айтуға болады. Онда міне 0-ші позицияны сонда қосқан жоқ. Бірден барлығы немесе барлығын бер деп айтуға болады. Сөзі Париж шықты. Немесе барлығы, бірақ соңғысын қоспа деп айтуға болады. Сонда Париж. Ал енді біз мәтінді тағы кесе аламыз, немесе ағылшынша slicing деп аталады. Оны біз бұлай сөге болады. Ал енді біз сол мәтіннің ішінде әрбір позицияға немесе элементті біз кез келген айнымалыға біз теңестіре аламыз. Мысалы, сөз тең бірінші позиция, екінші позиция или үшінші позиция. Сөз тең маған сөз тең позиция тек қана бірінші позицияны, то есть 0-ші позицияны сөз деген айнымалыға теңестір деп айттық. Сонда print сөз десек, онда маған қазір P сөзін беру керек. Міне, көрдіңіз ба? Сонда сіз тағы мысалы бұлай істесек, қалған сөздер деп, мысалы A барлық бірден бастап барлық позиция. Сонда print қалған сөздер десек, ол, то есть Ариз дегенді берді. Енді бізде Pythonда тағы, то есть конкатинация деген бар. Ол конкатинация, ол, то есть ағылшынша concatenation, ол екі сөзді қосу. Мысалы, print сіз сөз плюс қалған сөздер. Сонда бізге қандай сөз береді қазір? Жауабында қандай болады? Вот дұрыс, ол Париж сөзін береді. Сөз дегеніміз ол P-ға тең, біз білеміз, 0-ші позиция. То есть қалған сөздер ол бірінші позициядан бастап барлығы, то есть Ариз. Сонда P плюс Ариз бізге Париж сөзін береді. Конкатинацияны сіздерге түсіндірдім. Тағы бізге былай істеуге болады. Көбейтуді қолдансақ болады. Мысалы, B тең A көбейтеміз 3-ке. Ол неге тең көрейік? B print B деп функциясымен шығарамыз. Сонда Париж деп 3 рет шығарды. Не жерге біз 6 рет қойсақ, онда 6 рет
шығарады. То есть көбейтуді де қолдануға болады. Енді мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мынау өзгерілетін, өзгерілмейтін дедім ғой. Мынау біз айнымалы тең, то есть Париж дедік. Все, бұл сіз не істесеңіз де бұл компьютердің жадысында, то есть памятте осылай сақталады. И питонмен сіз бұны өзгерте алмайсыздар. Өзгертілмейтін типтер деп аталады. Питонда tables деген бар, ол да өзгертілмейді. И сосын өзгертілетіндерді сіздерге сосын айта беремін. Және сіздерге форматтау туралы айтып едім ғой. Форматтау туралы ол былай болады. Мысалы, процент S, сосын тағы не? Процент S, сосын тағы Алматы, мына жерге Алматы дейік. Енді былай, сосын тағы процент S қойық. То есть бұл не дейміз? Бұл процент S дегеніміз, ол осының орнына мына жердегі қазір берілетін элементтерді қой деп айтып жатырық функцияға. Мысалы, бірінші орынға Астана деп қойық. Сонда біз Астана, Алматы, Астана және Атырау деп қойық. Астана біріншіге біз Астана деп қой дейміз. Сосын тағы бір S бар ғой бізде. Оны біз Атырау. Бірақ оны бір қойдырт үшін біз питонға түсіндіруіміз керек. Процент орнына нау тұр. Осы арқылы біз питонға айтамыз, осы жақшаның ішіндегі орналасқан элементтерді осы жерге қой. Сонда бізде не шығу керек? Так, біз бұл жерде print деген жоқпыз, по-моему. Міне, бізде шықты. Давайте Алматының жігіттері, қыздары ренжімеу үшін үлкен әріппен жазайық. Астана, Алматы және Атырау деп шықты. Көрдіңіздер ме? Мынаның орнына Астана мен Атырауды қосты. Біз тағы үшінші элементті қос деп айтуға болады. Мысалы, мына жерге тағы бір $S, мына жерге қандай қаланы қосамыз? Шымкент дегенді қосақ. Сонда шығарсақ, Астана, Алматы, Атырау, Шымкент. Барлығын шығарды. Жүргізбес үшін біз мынандай решетка дейді ғой, решеткамен біз барлығын істей аламыз. Сол кезде питон оларды оқымайды. Мысалы, қазір бір рет істесек, мына жерде run десеңіз, ешқандай функция шығарылмайды, жүргізілмейді, өйткені біз решетканы қойдық. Ал енді сіздермен сандарды түсіндірейін. Сандар сізге айттым, ол бүтін сандар бар, олар бүтін, тең, 1, или 55, 55 деп атайық. Сосын бөлшек сандар бар. Бізде бөлшектер 3,4, 3,5 деген сияқты, бөлшек сандарды білесіздер ғой. Енді осыларды біз питонда да калькулятор сияқты шығарамыз. Мысалы, бүтін плюс бөлшек бізге қанша береді? 55-ке 3,14 қосақ, 58-де 14 болады, да? 58-де 14 берді. Немесе, мысалы, мысалы, 5 саны, D 3 саны, бұларды print, G көбейтеміз, D берсек, сонда 5-ке 3 көбейтсек неше шығады? 15. Немесе print G бөлінген D десек 1,6 шықты. Және бізде math деген модуль бар. Оны import math деп шығаруға болады. Оны қолдану үшін біз math деп жазғанда бүкіл функциялардың аттары шығады. Tangles, truncate, pi, power, логарифм, барлығы бар ішінде. Біз түбірасын, SQRT түбірасын таңдайға, түбірасты қандай сан? Мысалы, 25-ің түбірасты қандай? Соны шығарып, өткен шығарылмайды, өткені бізде print несі жоқ, қойған жоқпыз. Мысалы, print math деп қойсақ, бізде 5 шықты.
Масты сіздер тағы көріңіздер, ішінде көп нәрсе бар, ішінде power, мысалы, power деген сол дәреже, math, power of 5 to 2 десек. 25 шықты. 5-тің 2 дәрежесі, 5-тің 3 дәрежесі қанша болады? 125 па? 5-тің 4 дәрежесі деуге болады. Или 5-тің 5 дәрежесі 3125. Вот, все, рахмет, жақсы.